Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге Learning Apps сервисінде тапсырмаларды қалай құрастыру керектігі жөнінде көрсететін боламын. Ол үшін компьютеріңіздегі кез келген браузерге кіресіз. Браузерге кіргеннен кейін осы жерде іздеу жолағына Learning Apps деп жазамыз. Мен алдында кіріп жүргеннен кейін менде осылай шығып тұрады learningapps.org деп. Осы жерге осылай жазғаннан кейін осының үстін басып, осы сервистің ішіне кіреміз. Сервистің ішіне кіргеннен кейін сіздерде осындай бет ашылып тұрады learningapps.org деген. Енді жалпы осы терезесімен таныстырып өтетін болсам, вход деген болады, яғни сіздің өзіңіз ноутбугыңызда компьютеріңіздің аккаунтыңыз болса, өзіңіздің аккаунтыңызбен кіресіз. Егер аккаунтыңыз жоқ болатын болса, вход деп создать новый аккаунтты басып, осы жердегі сұраған мәліметтердің барлығын толтырып, аккаунтты құрып, парольдеріңізді жазасыздар, одан кейін ол парольдарыңызды қайтадан қайталап жазасыздар. Сол жазып алған парольдарыңызды бір жерге естен шығармайтындай жерге жазып қоясыздар, иә. Келесі күні кіріп жасайтын болсаңыздар, сол парольдеріңізді жазып кіресіздер. Осы жерді міндетті түрде толтырып шығасыздар. Егер аккаунттарыңыз жоқ болса, қиын ештеңесі жоқ. Осы жолдарды толтырып шықсаңыздар, аккаунттарыңыз ашылып, аккаунттарыңызбен кіресіздер. Енді менде өзім алдына тіркеліп аккаунтпен кіргеннен кейін менде осылай шығып тұрады. Енді бірден мен осылай кіріп кетемін. Кірген кезде міне менің фамилиям шығып тұр, Конарова деп. Енді жалпы бұның терезесімен таныстырып өтетін болсам, бұл жерде все упражнения, новое упражнение, создать коллекцию және мой упражнение деген тұрады. Мой упражнение деген жерде жалпы сіз осы сервисте жасаған жұмыстарыңыздың барлығы сақталып тұрады. Мысалы, мен информатикадан найти паруды құрастырғанмын, кім тапқыр деген құрастырыппын, қазақ тілден кто хочет стать миллионером деген тапсырма құрастырғам. Жалпы мой упражнениенің ішінде сіздің жасаған дүниелеріңіздің барлығы осы жерде сақталып тұрады. Енді все упражнениені басқан кезде, енді бұл жерде орысша шығып тұрғанмен біз құрастыратын тапсырмамызды қазақша құрастыра беруімізге болады. Все упражнениенің ішінде информатика, история, география, барлық пәндер бойынша да осы жерден алып қойсаңыздар болады. Немесе мына жерде новое упражнение деген бар, жаңа жаттығулар. Осы новое упражнениенің ішінен жасасаңыздар болады. Мен өзім осы новое упражнениенің ішінен жасаймын. Бұған кірген кезде найти пару, классификация, хронологический линейка, простой порядок. Осының ішінден қалағандарыңызды тауып алып, қалағандарыңызбен жаттығулар құрастырсаңыздар болады. Енді мен сіздерге мысал ретінде түсіндіріп өтейін. Мысалы, кто хочет стать миллионером деген тапсырма құрастырайық. Жалпы бұны егер сіздің мектепте мұғалім болатын болсаңыз, бастауыш сыныптарға беретін болсаңыз, жоғары сыныптарға беретін болсаңыз, мысалы сабақтың барысында үй тапсырмасын сұрау кезінде осындай тапсырмаларды құрастырып, компьютерлерге қойып, алдын ала дайындап қойып, оны іске қосып, оқушыларға бір қызықты етіп өтсеңіздер болады. Немесе топқа бөліп, мысалы оқушыларды 3 топқа бөліп, 3 топқа бір компьютерде ноутбукты қойып, енді мектептерде бар ғой ноутбуктар, соған интернет қосылған болса, егер ноутбуктарды қосып 3 топқа қойып қоясыздар да, осыны тапсырманы құрастырып, сілтемесін сол жерге ашып қойып, сол жерден топтың ішінен бір оқушыны шығарып, сол жерде орындатсаңыздар болады. Немесе жалпылама топпен орындаса да болады. Енді бір ашық сабақ өту кезінде қолдансаңыздар, тек қана ашық сабақ емес, жалпы сабақтарыңызда оқушының қызығушылығын арттыру мақсатында жасасаңыздар болады. Үй тапсырмасын сұрауда, сабақты қорытындылау кезеңінде жасасаңыздар болады. Қазір біреуін құрастырып көреміз, сол кезде түсініп аласыздар. Қалағандарыңыз осы жерден таңдап аласыздар. Енді мен мына біреуін көрсетейін. Кто хочет стать миллионером деген. Үстінен бір мәрте басамыз. Үстінен басқаннан кейін бізге осындай көрсетіледі. Яғни осы тапсырманың орындалу реті бойынша. Жалпы білеміз ғой, кто хочет стать миллионером деген астында
Мысалы миллионға дейін болады, 500-ден басталып миллионға дейін болады. Мысалы бірінші 500-дің сұрағына, мысалы 500 теңгені алу үшін сен мына сұраққа жауап бересің. Егер оған дұрыс жауап берсең, сен 500 теңгені алып, келесіге 1000 теңгелікке өтесің деген сияқты. Мысалы енді сіздер ол теңге деп айтпай, мысалы ұпай деп айтсаңыз да болады. 500 ұпай, 1000 ұпай алатын болсаң деген сияқты. Енді қалай құрастырамыз? Осылай басқаннан кейін енді осы жерде создать новое упражнение деген тұрады. Соны басасыздар. Новое упражнениені басқан кезде название упражнения, жаттығудың атауына мысалы ат береміз, иә. Кто хочет стать миллионером деп қойсаңыздар да, қоймасаңыздар да, басқа атау берсеңіздер де болады. Мысалы мен кім тапқыр деп қояйын. Мысалы, екі топтан екі оқушыны жарыстыратын болсам, иә, кім тапқыр деп қоямын. Енді описание задания деген жерге, мысалы, мен қазақ тілден дейін, иә, қазақ тілінен, немесе қазақ тілі деп қоя салайын. Енді келесі вопросы для игры. Бірінші 500 элементарно, яғни оңай сұрақтан қойып күрделендіре бересіздер. Мысалы 500 ұпайды алу үшін сен оңай сұрақ қоясыздар. 1000-ға жету, 1000-ды алу үшін, 1000 ұпайды алу үшін 500-ге қарағанда сәл күрделірек, яғни оңай сұрақтан күрделіге қарай қоя бересіздер. Вопрос дейді. Мысалы бірінші сұрағыңызды мына жерге жазайын. Мысалы мен екінші классқа қазақ тілден қойып жатырмын. Мысалы мына жерге классымда жазып қойсаңыздар болады. Екінші сынып деп. Екінші сынып қазақ тілі деп қойсаңыздар да болады. Енді сұрағымды қояйын. Сын, есім, сөздерді тап. Енді жауаптар, иә, бұл жерде правильный ответ, мына жақта да правильный ответтің бәрі біріншісінде тұр. Сіздер ойламаңыздар, бұл жерде қазір тапсырма құрастырып болғаннан кейін дұрыс жауаптың барлығы бірінші тұрады екен деп ойламаңыздар. Оны осы сервистің өзі мынау тапсырма аяқталғаннан кейін оны өзі реттеп екіншісіне, үшіншісіне, төртіншісіне қойып береді. Бірақ басында құрылу барысында ол міндетті түрде бірінші тұрады. Правильный ответ деген жерге енді дұрыс жауабын жазайық. Мысалы, қызыл, сары, ала. Келесі енді неправильный ответ жазып шығамыз. Тест сияқты ғой енді. Мысалы, бала, оқулық, алма. Барды, айтты, санады. Келесі, күлді, күлді, мектеп, кітапхана. Келесі сұрақ. Тура осылай сұрақтарыңызды қойып жалғастырып кете бересіздер, иә? Зат есімнің сұрақтары. Кім, не, қандай, қай, қанша, неше, нешінші. Келесі сұрақ. Жетістік сөздерді тап. Өздеріңіз, енді мен сіздерге бұл мысал ретінде жазып жатырмын. Өздеріңіз пәндеріңізге байланысты, тақырыптарыңызға байланысты құрастырасыздар сұрақтарды. Жетістік сөздерді тап. Айтты, ойнады, жүгірді. Алма, бала, қызыл, көбес, ала, мысық. Доппен ойнады. Мына жерде доппен ойнады деген жетістік деп не қылуы мүмкін. Бірақ дұрыс правильный ответке мынау тұрады, иә? Мейлі жарайды, кете берсін, ары қарай. Келесі. Антоним сөздерді тап. Аласа, биік, ақ,
балалар, ойыншықтар. Әдемі, сұлу, көрікті. Мектеп. Келесі сұрақ. Дәл осылай құрастырып кете бересіздер. Келесі сұрақ. Дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар. Туған және жіңішке. Ата, ұяң. Жіңішке. Үнді. Туған. Дауысты. Келесі сұрақ. Тура осылай құрастырып кете бересіздер ғой. Келесі сұрақ. Санесын сөздерді тап. 65. 5. Алма. Алша. Марат. Ойнады. Үйреді. Туғанды. Қызыл алма. Болды. Құрастырып болдық. Енді ары қарай обратная связь деген екен. Мына жерге здорово, ты верно выполнил задание деген жерге қазақшалап жазайық. Егер оқушы барлығына дұрыс жауап беретін болса, онда осы сөз шықсын. Жарайсың. Жарайсың. Сен барлығына дұрыс жауап бердің деп жазып қойсаңыз, ол дұрыс жауап берсе, осындай сөз шығу керек. Енді завершить и показать предварительный просмотр дегенді басамыз. Осы жерде алдын ала құрған тапсырмамыз бізге көрсетіледі. Окей. Бірінші сұрақ. Сын есім сөздерді тап. Қызыл, сары ала үстін басады бала. Дұрыс болса жасыл шығады. Келесі 1000-шы, зат есімнің сұрақтары. Міне, көрдіңіздер ме? Дұрыс жауаптарды сервистің өзі әр жерге қойып беріп жатыр. Кім не? Дұрыс, жасыл шығады. Дұрыс болса, келесі сұрақ. Етістік сөздерді тап. Айтты, ойнады, жүгірді. Дұрыс. Келесі сұрақ. Антоним сөздерді тап. Аласа, биік, ақ, қара. Дұрыс. Келесі сұрақ. Дауысты дыбыстар жуан және жіңішке. Дұрыс. Оқушы өзі оқып отырып, топпен оқып отырып, өздері жауап береді. Сан есім сөздерді тап. Міне, жарайсың, сен барлығын дұрыс жауап бердің деп, егер дұрыс жауап берсе, осылай шығады. Егер қате жауап берсе, ол жерде қызыл шығады да, ойынды ары қарай қайтадан жалғастырады. Болды, енді сохранить упражнение дегенді басамыз. Басқаннан кейін, ол міндетті түрде сізде мой упражнениенің ішіне барып түседі. Енді осының астына таман түсірсеңіздер, міне, осы ойынның сілтемесін алуға болады. Мынаны бояп алып, копировать деп, жаңағы әр ноутбуктың браузерлерге осылай, поисковикке осылай қойып қойсаңыздар, қойып, оқушыларға ашып, дайындап қойсаңыздар болады. Немесе поделиться WhatsApp арқылы копировать деп, сыныптың WhatsApp чатына жіберсеңіздер де болады. Егер оқушылар жаңағы телефондармен отыратын болса, сол жерде олар телефонда отырып орындай береді. Енді қазір көрейік, мысалы WhatsApp'ты ашып, мен бір оқушыға жіберейін, өзімнің қызыма жіберіп көрсетейін сіздерге. Міне осы жерге вставить дейміз, жаңағы бояп алған, копировать еттік, осы жерге вставить деп жібереміз. Міне ол барып түседі, міне көк сілтеме болып тұр. Енді оқушылар өздерінің сыныбының чатына өйстіп тастайтын болсаңыздар, сабақта отырып, ал енді сабақты қорытындылаймыз деп жаңағы телефондарынан алса, немесе компьютерден де жасаса болады.
осыны басады оқушылар. Басқан кезде олардың телефондарында немесе компьютерлерінде сразу бірден осылай ашылып кетеді. Сөйтіп отырып, өздері топпен болсын, жеке болсын, осылай орындайды. Дұрыс, барлығы дұрыс болса сізге хабар айтады мұғалімге, немесе мұғалім басында тұрып көріп тұрса да болады. Міне осылай құрастырсаңыздар болады. Тек қана бұл емес, көптеген, мына жақта басқа да көптеген тапсырмалар бар. Осы жерден өздеріңіз қарап құрастырсаңыздар болады. Сыныпқа оқушыларға берсеңіздер қызықты болып өтеді деген ойдамын. Егер менің каналым сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.